Өте дәмді шоколадты пирог дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа ұн, какао, қопсытқыш, сары май, қант салып араластырамыз. Крошка жасаймыз. Екінші ыдысымызға сүзбе, жұмыртқа, қант, 2 ас қасық жүгері крахмалын салып блендермен араластырамыз. Консистенциясына мән беріңіздер. Дайын болды. Формаға пергамент қағазын төсейміз. Бірінші крошканы саламыз, біртекті жайып шығамыз. Сосын сүзбеден жасалған массаны салып, жайып шығамыз. Үстіне қайтадан крошканы саламыз. Содан соң сүзбеден жасалған массаны қайтадан жағамыз. Үстін міндетті түрде крошкамен жабамыз. Пеште 180 градуста 30-40 минут пісіреміз. Піскен кезде пирогымыздың үстіне Қазақстан шоколадын қойып ертіп аламыз да жағып шығамыз. Дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Фатима Алдияр.